Бүгін біз Біріккен Араб Әмірліктері Дубайдамыз. Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Менің есімім Қисаев Дарын. Сіздер бұл каналда мемлекеттерге саяхаттап, қалай тиімді бағада мемлекеттерге саяхаттау керектігі туралы білесіздер. Бүгін қазір біз Біріккен Араб Әмірлігі Дубайдамыз. Негізі жалпы Дубай дегенде сіздердің естеріңізге шөл дала, арабтың киімдері және бай бағландары естеріңізге түседі. Ал енді біз өзіміз араб болайық. Міне біз Дубайдамыз. Жалпы айта кетейін, біз Біріккен Араб Әмірлігінің астанасы көбі шатастырады. Дубай деп ойлайды, негізінде ол Абу-Даби деген қала. Дубай бұл мемлекеттің сауда және туристік аймағы болып саналады. Ең туристер көп келетін поток осы жақта, ал Абу-Даби болса, ол астанасы жеке болып есептеледі. Жалпы Біріккен Араб Әмірлігінде 10 миллион адам тұрады, оның көбі басқа ұлт өкілдері. Бұнда қызмет жұмыс атқаратындар көбінесе шетел азаматтары, олар филиппиндықтар, индонезиялықтар, тайландықтар, сондайлар өте көп, және үндістандық мен пәкістандықтар енді бұл жақта кәдімгідей көп. Ал біздің өзіміздің Қазақстан азаматтарын көп кездестіре бермедім бұл жақта. Негізі арабтар өздері жұмыс істемейді. Үкімет арабтарға бала туылғанда үй қарастырып қояды. Алдын ала бұл жақта медицина тегін, ай сайын өтемақы беріліп тұрады азаматтарына, және тағы басқалары. Жалпы Дубайда әлемдегі ең мықтылардың барлығы орналасқан. Мысалы, әлемдегі ең биік ғимарат Бурдж Халифа деген здание бар, ғимарат. Сол осында орналасқан, және колеса обозрения әлемдегі ең үлкен ошақта орналасқан. Қымбат ресторандар, қымбат қонақ үйлер, және әлемде басқа мемлекетте жоқ қолдан жасалынған аралдар, мысалы Пальма Джумейра деген бар, өздеріңіз іздеп қарасаңыздар да болады. Бұның барлығы осы мұнайдың арқасында жасалған арабтарда. Осыған дейін бұл жерде бұндай биік ғимарат деген болмаған. Бұл жерде тек қана құм болған. Құм, мына судың барлығы қолдан жасалған. Осының бәрі арқасы мұнайдың арқасы. Жалпы Біріккен Араб Әмірліктері өз азаматтары туылғанда арнайы үй қарастырып алып қояды, және де ай сайын мемлекет тарапынан халыққа көмек беріледі. Медицина және оқу орындары барлығы тегін. Енді қазір өзімнің отеліме барып, сол жақта рум-тур жасайтын болам. Отель қанша бағада шықты, қайрада орналасқан, соның барлығын айтатын боламын. Мен тұратын районым, мына жақтан арнайы автобусқа барам. Міне мынау менің отелім. Кристал Плаза деген. Осы менің отелім. Мынау екі басшысы қазіргі Біріккен Араб Әмірліктері. Мынау мен бронировать еткен номерім. Номерімді картасын берді. Мен кілтім номерін берді. 99. Осы мен бір адам болсам да маған екі адамдық орын берілді. Тұр, телевизор бар, және мен мына жағында туалет, қалған нәрсенің барлығы бар. Керекті нәрсенің барлығы бар. Кондиционерде жұмыс жасайды, барлығы да бар. Қазір метроға отырайын деп тұрмын. Осылай қазір Дубайға жолға шығамын.
метросына келдім, арнайы карточка алдым метрода. Ол картаны осындай 50 дирхам алдым, теңгеге шаққанда міне астында тұр, осындай карточка болады. Сосын сіздерге шатаспау үшін алдын ала айтып қояйын. Аппараттан карточка алмайсыздар. Қандай станцияға келсеңіздер де бұндай аппарат тұрады. Мен жаңа осындай мен біраз ұзақ тұрып қалдым. Картаны аламын деп осындай мен аламын деп ойлаған болатынмын. Сөйтсем бұл тек қана картаға ақша құятын жер екен. Ал негізгі картаны алатын жер осындай кіреберісінде осындай тұрады екен. Кассада. Сондай кассадан арнайы аласыздар. Ал мынандай аппараттар тек қана сіздер ішіне ақша құясыздар. Осындай аппараттардан. Сол себепті шатасып қалмаңыздар, уақыттарыңызды босқа кетірмей. Міне метросы осылай. Өзі метросы үлкен екен Дубайдың. Негізі Дубайда метро дегенде бұл как бізде Астанада салынып жатқан елорда бар ғой, дәл сондай сияқты. Дубайдың метросы осы. Бұйырса қазір отыратын боламыз. Жалпы Дубайда метро 3-ке бөлінеді. Дубайдың негізгі метросының картасы. Мен тұрған жері осы. Міне осы. Ал негізгі қаладағы карта осы. Негізгі картасы осы Дубайдың. Қазір мен мына Бурдж Халифаға бару үшін осы станциядан мұнарға дейін барам. Осыдан кейін метроны ауыстыратын боламын. Одан кейін осылай қарай кететін боламын. Бұл дәл Бурдж Халифаның алдына алып келеді осы станция. Бұйырса. Дубайға келсеңіздер, шатаспаңыздар, бұл жақта 2-ге бөлінеді. Ерлердің өздерінің вагондары бөлек, қыздардың вагондары бөлек. Егерде қыздардың вагонына кірген болса ерлер, ол уже айыппұл салынатын болады. Сол себепті отыратын алдында шатаспай дұрыстап қарап алыңыздар. Бір метросының қызығын айтайын. Бұда ешқандай да пилот болмайды, метро өзі жүреді. Электронды, басқа мемлекеттер сияқты емес бұл жақта метросы. Ал енді бұйырса ана Бурдж Халифаға баратын боламыз қазір. Жалпы енді Дубай метросына келетін болса, ішінде Wi-Fi, барлық нәрсе қарастырылған, және ерлердікі, қыздардікі, барлығы ол мұсылман мемлекет болғандықтан ол жақта сондай бөлінісі бар. Ерлердікі бөлек, қыздардікі бөлек. Если ерлер қыздардікі келетін болса, оған айыппұл салынады. Сол себепті байқақты біздер ерлер әсіресе. Бұл жақта пилотсыз метро, фотоға дәрі. И және Wi-Fi адамдарға жаңағысында. Міне Бурджуманға келдім. Мен тұрған жер міне, ал мен отырған жер бағанағы міне мұнара болған. Мен осыраға келіп, енді осырадан метроны ауыстырып, міне осыраға баратын боламыз қазір біраз. Метрода сіздерге айттым ғой, қыздарға жеке деп. Мысалы мынада қыздарға өздерінің балаларымен ғана кіруге болады. Мына есік, мына есік міне уже тек қана мұнда қыздар ғана тұрады. Ерлерге мұнда мүлдем болмайды. Осы есік, міне осырадан бастап міне уже қыздарға аяқталады. Ары қарайғы есіктердің барлығы ұлдарға арналған. Ұлдар арналғанда ар жағынан бар. Соған мән бересіздер ғой келсеңіздер.
бұйырса Бурдж Халифаға бара жатырмын. Жалпы Дубай десек, ең керемет нәрселердің барлығы есімізге түседі. Ол әсіресе керемет фонтандар. Жалпы сол Дубайда, мысалы бір территорияда әлемдегі ең үлкен сауда орталығы орналасқан Дубай Мол деген. Бұл әлемдегі ең үлкен сауда орталығы және ең биік фонтан бар орналасқан. Ал және де Бурдж Халифа бар. Бұл әлемдегі ең биік ғимарат. Ол өте биік. Және де міне дәл соның қасында міне мынау Дубай Мол деген. Бәрі бір территорияда орналасқан. Барлығы. Адамдардың туристерға жүруге ыңғайлы, барлық достопримечательностьтарды бір жерде бүйтіп айналып көре береді. Мен қазір бұйырса нарадан коктейль берейін деп тұрмын. Бұйырса. Осы коктейль барлығы міне 30 дирхамға шықты. Астында жазып тұр. Не осыдан қазір коктейль көреміз. Ал енді мен дәмін көрейін деп тұрмын коктейлдің. Өмірімде бірінші рет осындай жеміспен коктейль ішіп көрейін деп тұрмын. Бұл кокостан жасалған коктейль. Кәдімгі ішінде су барынан және өздеріңіз көрдіңіздер, жарып, осындай ішінен осындай трубочкасын қойды, ішінде өз су болады екен. Ал енді көрейік. Қалай айтсам болады бұны? Сіздерге алмаға ұқсайды. Алманың суынан фреш жасайды ғой, езіп. Дәл сондай дәміге ұқсайды. Дәмі күшті. Маған ұнады қатты. Кәдімгі дәмі тәтті дәм бар. Бірақ андай кесілі ештеңе жоқ та. Приятный вкус, былайша айтқанда. Дәмі ұнады маған. Өте керемет екен. Мен қазір Бурдж Халифаға кірейін деп тұрмын. Бурдж Халифа әлемдегі ең биік ғимарат, және айтып кеткенімдей, биіктігі 828 метр, 167 этажды ғимарат. Енді бұйырса шын көретін боламыз қазір. Бірақ бұның смотровой площадка дейді ғой, қаланың үстіне көретін. Қанша теңге екенін білмеймін. Қазір ішіне кіріп көреміз, қанша теңге болады екен. Міне мынау сол қазір шығатын Бурдж Халифамыз. Бұйырса. Мынандай фонтан тұр екен. Және сол Бурдж Халифаға осы Дубай Мол арқылы барайын деп едім. Шын видеоға түсірмеңіздер дейді біріншіден. Екіншіден очередь деген анда кезек деген өте көп. Үшіншіден кіргенге $200. Теңгеге шаққанда уже 80 мың теңге шамасында бір кіргені. Жай кіріп көресің соның үшін. 80 мың теңге шамасы меніңше бұл артық деп ойлаймын. Сол себепті кірмеуді жөн көріп отырмын. Бұның қасында басқа ғимараттар бар. Сондай үстіне шығып қаланы тамашалайтын. Оданша сондай жерге барған дұрыс шығар деп өзім ойлаймын. Негізінде жаңа Бурдж Халифаға кірем деген ой болды. Енді сол қымбат болғандықтан The Dubai Frame деген бар. Қазір сонда бара жатырмын. Ол Дубайдың басқа жағында орналасқан. Оған қазір метромен баратын болам. Ол 8 мың теңге екен. Интернеттен жаңа қарап біліп алдым. 8 мың теңге екен. Оданша соған барған жөн шығар дедім. Мұнда 80 мың төлегенше 8 мың теңге төлеп, ол биіктігі 200 метр. Соны бұйырса қазір көреміз. Әрине бұл сияқты болмайды, бірақ әйтеуір Дубайды көптен көруге мүмкіндік алатын боламын. Мен қазір бұйырса Дубай метросына бара жатырмын. Күн өте ыстық, 30 градус ыстық болып тұр. Жазда бұл жақ 45 градус болады дейді. Вообще ол кезінде елестету мүмкін емес еді ыстығын. Ал қазірдің өзінде ыстық болып тұр да, бірақ 30 градус болып тұр. Дубайдың метросы бір үлкен екен. Бір станциясының өзі өте үлкен. Бірақ андай қалай айтсам болады, метроны ұзақ күтіп тұрмайсыздар, тез келеді да. Таңғалатын нәрсе, мысалы Бурдж Халифа ана жақта болса, метро мына зданиедан кейін ар жағында. Бірақ қаншама көше осындай үстінен өтесіздер, арнайы көпір жасаған, қаншама көшені кесіп өту үшін, адамдар мысалы күн ыстығында қиналмай жету үшін ыңғайлы қылып жасалынған. Осылай өйстіп, еще аяқ ауырмау үшін осындай істеніп қойған.
осыдан метродан түсесіз, Бурж Халифаны примерно есептейсіз. Сол кезінде осыған кірсеңіздер, Дубай молдың ішінен бір-ақ атып шығасыздар. Одан сол Дубай молдың іші арқылы Бурж Халифаға кіресіздер. Бәрін бір-біріне қосқанда, что адамдар күн ыстығында қиналмасын деген мақсатпен. Мына уже метроға мен нақты келдік. Мына метро. Осы метромен қазір басқа жаққа баратын болам. Қазір көресіздер. Жалпы сіздерге түсіндіргендей, бұл жақта сол Дубайдың метросының өзінің арнайы картасы бар. Сол картасы сатып аласыздар да, арнайы аппаратпен толтырасыздар. Қазір мысалы мен карточкама ақша құятын болам, соны көресіздер. Міне карта, ана жолы түсіндіргендей осындай карта. Міне картаны осындай аппаратпен қоясыздар. Осыдан естейсіздер да, осыған қоясыздар. Қазір бетіне шығу керек. Міне сол кезінде, мысалы, бұнда орыс тілі жоқ, бір қиыны. Мысалы, дирхамда жазылып тұр, қанша дирхам саласыз. Мысалы, мен 5 дирхам салам. 5 дирхамға ақшаны саламыз. Өзі қазір тұрады, загрузка етілді, өзі болды деп айтылады. Болды, ішінде енді 5 дирхам бар. Осы аламыз. Ал негізінде сіздер қолдарыңызда Каспи Голд сондай болса, міне MasterCard'тың арқасында, визаның арқасында сіздер осыны пайдалана аласыздар. Осылай. Міне осындай аппарат. Ал картаны алу үшін міне картаны өзін жеке сатып аласыздар. Картаны осындай сатады осындай жерлерде. Тордан аласыздар ғой. Мен қазір метроға осы жақтан кіретін боламыз. Метроға отыратын алда күн ыстық. Соған бір су алып алсам деп отырмын. Мен жаңа кіріп алдым нарадан. 4 дирхам алдым. Астында жазып тұр қанша теңге екені. Келдім сол станцияға енді бұйырса қазір оған баратын боламыз. Рынок, базар тұр екен. Мына жақта аялдамалар, осындай жабық аялдамалар. Аялдамаларды ыстықтан құтылу мақсатында істеген. Бұл жақта өйткені жаздың кезінде 45 айтқанымда 50 градус болады, адам ұстамайды. Соған арнайлар істеген. Арадан сіздер карта алып аласыздар, Дубайдың картасы. Бұндай жаңағы сіздерге де көрсеткендей, бұл метро станциясында да бар. Не, автобустың аялдамасында да бар. Уличный тамақтар болса. One. Only one. Yes. One. Yes. Осындай біреуін көрейін деп тұр. Казахстан. Yes. Бар екен. Қазір дәмін көрейік. Ал біздің салойын станцияға ұқсайды екен, салойынның тестаға. Іші бірақ неден жасалған білмеймін. Қазір көреміз. Ішіне капуста қосылған. Капустаны мысалы қайнатамыз болса, осы кезінде су шығады ғой, езіп тұрады ғой, пюре сияқты. Дәл сол жағы капуста қосылған қойып. Капустадан жасалған санты сияқты ғой, қалай айтсам. Дәмі сол сладкий, тәтті. Солай болады. 1 дирхамға шықты, астында тұр, қанша теңгеге шыққаны. Мынандай жаңа мына түрін алдым ғой. Мына түр. Енді мен мына түрін алып көрейін деп тұрмын. Бұл 2 дирхам тұрады екен. Қазір берсе көреміз. Біз неге ұқсайды? Пончикқа ұқсайды. Біз пончик жейміз ғой, соның сияқты. Қазір дәмін көретін боламыз берсе. Қандай алдым? Мынау қандай сол екен білмеймін. Қазір дәмін көрейін деп тұрмын. 1,5 дирхам екен. Осымен осы екен қазір көретін боламыз. Мен енді мына дәмін көрейін деп тұрмын. Мынау өзі қатты қызыл екен. Ортасында не баратынын да білмеймін.
ортасында бұның ол кәдімгі нан екен. Кәдімгі нан. Просто ортасында бір сары самалар бар екен. Бұл кәдімгі нан, ішіне кәдімгі біз өзбекский кунжуттар болады ғой. Сонда кунжут қосылған. Исінің бәрі кәдімгі кунжут, плотно қосады кунжуттың дәмімен. Бірақ маған ұнады деп айта алмаймын, дәмі қызық екен. Ал мынау болса стар деген көрейік енді. Мынау кәдімгі біздің сарғаш. Газированный вода дейді ғой бізде, газдалған су. Дәл сол ғой мынау. Айырмашылығы жоқ. Неге сыртын қарғып қойған, мен түсінбедім оны. Бірақ кәдімгі күшті. Мынау жақсы, мынау онша емес екен. Мына Samsung сияқты, ол маған ұнады. Ол жақсы екен. Мынау Дубайдың нашар тұратын жақтары. Ең нашар тұрады осы жақта халқы. Жалпы осы Біріккен Араб Әмірлігі Дубайда жағдай төмен адамдар орналасқан райондар өте көп. Көбінесе ол жерлерде пәкістандықтар мен үндістандықтар және басқа ел азаматтары өмір сүреді. Негізінде осы Біріккен Араб Әмірлігіне жақын мемлекет, ең жақын мемлекет Пәкістан мен Үндістан болып есептеледі. Ол жақта жағдайдың қалай екенін өздеріңіз де білесіздер. Сол себепті ол ел азаматтары сонда келіп жұмыс істейді. Сол жақта жұмыс істеп ақша табады, бірақ өздерінің тұратын жерлерін қалай өз елінде тұрды, дәл солайынан өте нашар күйінде ұстап, солайынан өмір сүріп жатыр. Енді өздерінің қалыптасқан солай шығар, бірақ солай. Қайда барсаңыздар да, мысалы метроға барсаңыздар, тамақ ішетін орынға барсаңыздар да, барлық жерде пәкістандықтар мен үндістандықтар өте көп. Барлық жұмысты солар істеп жатыр, былайша айтқанда. Ал нағыз арабтар өздері жалқы өмір сүріп жүр. Міне біз Дубайдың рамкасына келдік. Осырадан ең биік шыңына сіз анан Дубайды көре аласыз. Ал орада зеркальный мост бар. Астыңыз шыны болады. Қазір үшін барып көрсетемін. Бұның биіктігі 150 метр, 11 метр осы Египеттегі пирамидадан ұзын. Енді қазір көреміз. Дейтін жағы. Осырады билет алып кіретін алыңыз. Тамадарда онлайн билет алады. Терминалдан. Аған жақтан кассадан алады. Міне билет осындай. Бұйырса шығады. Жаңбыр сейіліп тұр. Міне осы жақын қандай үлкен екен бірге алады. Бұйырса зеркальный. Ада кезек өте көп екен. 51 дирхамға шықты, мен сол астында тұр қаншаға шыққан. Мен ішіне кіріп, сыртта очерттен өтіп, енді іште очерт бар екен. Сұмдылықтан. Адам өте көп. Өздерінің тарихын бөліп басқалар білсін деп, бірінші қабаттан басып үстіге көтеру үшін бірінші тарихтарын оқығанда әдейілеп біліп, оқып, біліп қайтқаннан кейін бірақ үстіге шығасың. Бұлай қарасам, политикасы керемет. Есес тарихын біліп аласың. Айна. Мынау порт болған деп тұр. Мемлекет ашылғаннан кейін алғашқы порт ашылған. Сауда порты осы Дубайда. Соның несі
алғашқы фотолары. Сол алғашқы осы Дубай тәуелсіздігін алып мұнай тапқан кездегі осы патшалар арқасында Дубай өркендей бастады. Осы уақыттан бастап басталды Дубайдың заманы. Үстің қабатына көтерілген кезекте тұрмын. Қазір осы лифтімен ең биік шыңына шығамын. Ол жақта қазір көресіздер не бар екен. Міне осылай ең биік шыңнан шығып бара жатырмыз. Бұл жақтың қызығы тек қана Дубайды төбесінен көру ғана емес, бұл жақта адреналинді алуға болады. Мысалы, бұда осындай шыныдан биіктіктен адреналин алуға болады. Өзінің биіктігі 150 метрдан көресіздер бұдай. Өте қорқынышты, жоқ болып кетеді де қайтадан пайда болады. Көрдіңіздер ме? Есесіне, опа. Өте қорқынышты да, міне. Мысалы, жоқ болып тұрады, одан кейін қайта пайда болады. Адамдардың адреналин алуына керемет енді. Сол себепті Дубайға келсеңіздер, міндетті түрде Дубайдың осы бір панорама ғимаратына келіңіздер. Керемет әсер аласыздар. Дубайдың осы Біріккен Араб Әмірлігінің тарихымен де танысуға мүмкіндік болады сіздерде, және де Дубайды төбесінен көруге де мүмкіндік болады. Сол себепті осыраға келіңіздер. Өте керемет. Бағасы 8.000 теңге шамамен, бірақ сол бағаға татиды. Кешкі Дубай таңертеңнен қарағанда кешке өте әдемі екен. Бір жұлдыздардың жарқырауын көріп тұрғандайсың. Міне Дубайдың әдемілігі осында. Кешке өте әдемі екен. Сен таңертеңнен қарағанда кешкісі өте әдемі. Да, енді астыға қайтадан түсейін десем, астыға түсудің өзіне қайтадан очередь екен. Осылай очередь тұрасыздар. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Осымен Дубай бірінші бөлім видео аяқталды. Екінші бөлімде қалай арзан бағада билет алу керектігі туралы білесіздер, және тағы басқасы.